Жемістің қабығын ашып жеген дұрыс па? Ел арасында алма немесе қиярды қабығымен жеген дұрыс деген түсінік бар. Себебі витаминдердің көбісі жеміс пен көкөністердің сыртында болады екен. Аталған пікір қаншалықты дұрыс? Бұған қатысты ғалымдардың не дейтінін анықтап көрдік. Жеміс-жидектің іші де, сырты да пайдалы затқа толы. Пайдалы заттар жемістің сыртында деген түсінік өтірік емес. Кейбірінде тіпті жемістің ішінде жоқ пайдалы зат сыртында болады. Мәселен, жүзімнің қабығында ресвератол деген зат болады. Бұл жүзімді жәндіктерден қорғайтын зат. Сол адамның ағзасына антиоксидант ретінде пайдасы мол. Адам өмірін ұзартуға көмектеседі. Марс ғаламшарына жол тартқан адамдарға да ресвератол беріледі. Өйткені адамға бұлшық етін ұстап тұруға көмектеседі деп жазады басылым. Басылым мәліметінше, пайдалы заттың бәрі жемістің қабығында деп ойлау дұрыс емес. Жемістің іші де толған дәрумен мен микроэлемент. Америка Құрама Штаттарының ауыл шаруашылық министрлігі ұсынған ақпаратқа сәйкес, ашылмаған қызыл алмада 5 грамм жасұнық, 13 мг кальций, 239 мг калий, 10 мг с дәрумені болады. Егер қабығын ашып тастаса, 3 грамм жасұнық, 11 мг кальций, 194 мг калий, 7 мг с дәрумені қалады. Бұдан біз жеміс-жидектің қабығында да пайдалы зат мол болатынын, алайда ішкі жылы жұмсағында да пайдалы зат көп қалатынын байқаймыз. Сондықтан жемісті қолдан келгенше қабығымен жеген жөн. Ал егер мүмкіндік болмаса, онда ашып жеңіз.